нәтижелер келіп отырмын. Міне, иә. Менде сахарный диабет болды, гипертонический болды, мына неде узловой зоб болды, артық салмақ, 25 килограмм салмақ түсірдім. Екі бүйрегім бірдей отказ берген. Енді ол бүйтіп 100% орнына келген жоқ, ол вообще келмейтін ауру деді. Бірақ состоянием жақсарттым. А мен бұған келмей тұрғанда вообще мынандай болып кеткем. Ана организмнен шығатұғын бүйрек істемегеннен кейін житкіста, шылақта шықпай денеге жайыла берді. Енді міне қазір сахарым орнында 13-тен 5-6-ға түстім. 5-6 болып тұр. И кожамның бәрі міне сочный, таза болып, бетім бәрі тартылып, өзім жақсы сезініп жатырмын. Енді болады кейде, темір емеспіз ғой, диагнозым болғаннан кейін кейде әлсіреп нете қалам. Ол кезде неге әлсірейміз? Біз организмімізде клеткада тамақ жетіспегеннен, микро-макро элемент жетіспегеннен. Өйткені көп ауруға диета береді. Сол диета кезінде адам әлсірейді. Ананы жеме, мынаны жеме деп. Енді қазір мен диетада тұр, бірақ мынаны ішіп, жаңағы диетада тұрған тамақтың орнын толтырып жатырмын. Өйткені бұл табиғи түрде шөптен жасалынған микро-макро элемент, витаминдер. Қазір мен осы жерге өзімнің немді көрсетейінші. Осындай болып тұрдым алдында. Ол кезде мен білмедім өзімнің сахарный диабет болып жүргенімді. Салмағым өсе берді. Сосын тексерілгенде сізде сахарный диабет, узловой зоб, содан артық салмақтан 2 тізем басқызбайды, қисайып кетті. Содан сөйттіргенде 2 бүйрекке әсер етті. Жаңағы сахар бүйректерімді әлсірете бастады. Өйткені сахарный диабетті адамдар кейбірі тамаққа шыдамайды ғой. Мен суға шыдамадым. Таңертең тұрғаннан су, күніне 10-15 литр су ішіп алам, содан ісініп, мынандай болып кеттім міне. Бет аузым бәрі ішіп, көзім ашылмайды. Содан осы компанияға шақырғанда сенбей,